Қыз баланы құрметте. Баяғыда бір жігіттің жалғыз аты болыпты. Bir жаққа шыққанда қарындасы оның атын қарауылдайды екен. Бірде қарындасы аттан көз жазып қалыпты. Ағасы, ат қайда деп сұрайды. Қарындасы, көз жазып қалдым дейді. Ағасы ашуланып, жоғал онда деп қарындасына қолы тиеді. Қыз ағасын өкпелеп, басы ауған жаққа кетіп қалады. Жолда келе жатып, бүйткен ағам бар болсын, онан да тас бауыр құсқа айналып кеткенім жақсы емес пе дейді. Содан тілегі қабыл болып, заматта құсқа айналып кеткен екен. Ертеңіне ағасы қарындасын іздеп шықса, бір жалғыз ағаштың түбінен қарындасының киімдерін көреді. Ағаштың бұтағында бір құс қонып отыр екен. Жақын барса, әлгі құс көк, көк деп дыбыстайды екен. Қарындасы бұрын ағасын көке деп айтады екен. Құстың көк, көк деп дыбыстағаны көке деген екен. Ағасы қарындасын танып, оны ренжіткеніне қатты өкініпті. Аңыздың айтуынша, ағасы қатты қайғырғаны сонша самай шашы ағарып кетіпті. Ал беймәлім құс содан бастап ел арасында көкек атаныпты. Көкектің өз атын өзі шақырады дейтіні көкесінің атын атағанына байланысты деседі. Осыдан бастан ел ішінде қыз баланы ренжітпеу керек, қарындасына қол көтеруге болмайды деген ырым тыйым пайда болыпты. Қарындасты қадірлеу жөнінде тағы бір аңыз былай сөйлейді. Қорқыт ата 40 жыл өлімнен қашады. Ажалға айла таптырмай ұзақ жасапты. Өлімге себеп болар барлық апаттың алдын алып, аралда қобызын зарлатып отырады екен. Оған шәкірттері тостақпен ас әкеліп тұрыпты. Бір күні қарақұрт тостаққа жабысып, аралға өтіп кетеді. Қорқыт ауқаттанып отырғанда өрмекші башпайын шағып алады. Қорқыт қарақұрттың уынан ісініп, дірілдеп, жан алқымға келеді. Соңғы демі үзілер шақта шәкірттеріне мені кебіндеп жерлегенде сол аяғымның башпайларын көнбей сыртқа шығарып тастаңдар деп өсиет айтады. Шәкірттері, баба, неге олай дейсіз дейді. Себебі бозбала шағымда сол аяғымның башпайы қарындасыма тиіп кетіп еді. Қарындасына қолы не аяғы тигендердің көрдегі азабы қатты болады. Осы қателіктің өкініші өзекті өртеп кетті. Көмілмеген аяғым кейінгі ұрпаққа өнеге болсын. Қыз баланы ұрып соқпаңдар, Құдайдың қаһарына ұшырайсыңдар депті жарықтық. Қорқыттың оқиғасы қыз баланы құрметтеп, оған қол көтеруге тыйым салған дәстүрге себеп болған екен.